Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын жұмбақты шешіп көреміз. Сылдыр-сылдыр етеді, жылғалардан өтеді. Бұл не, балалар? Ойланып көрейік. Әрине дұрыс. Бұл бізде су. Судың адам өміріне берер пайдасы қандай? Кім біледі? Дұрыс айтасыздар, балалар. Судың пайдасы адам өмірінде орасан зор. Суды біз күнделікті жуынып тазалану үшін қолданамыз. Оны күнделікті тұтынамыз. Демалыс орындарына барғанда шомыламыз. Және жол қатынасы ретінде қолданамыз. Ас әзірлейміз. Өсімдіктерді суарамыз. Жануарлар да осы сумен қоректенеді екен, балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз судың пайдасы. Сабақтың мақсаты: мұғалімнің көмегімен үлгі бойынша сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап, жай сөйлем құру. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныс болайық. Көмектесші, суару, шөлдеді. Бірге қайталаймыз. Көмектесші, суару, шөлдеді. Жаңа сөздердің аудармасын толыққанды меңгеру үшін сөздерді суреттермен сәйкестендіріп көр. Өзімізді тексеріп көрейік. Көмектесші сөзі нұсқасындағы суретпен сәйкес келеді екен, балалар. Суару сөзі нұсқасындағы суретпен сәйкес келеді. Шөлдеді сөзі нұсқасындағы суретпен сәйкес келеді. Жарайсыңдар, балалар. Мәтінмен таныс болайық. Адам бақша өсірді. Бақша шөлдеді. Адам суға: су, сен әдемісің, тазасың, көңілдісің. Маған көмектесші, деді. Су: жарайды, деді. Су адамға көмектесті. Су бақшаны суарды. Адам суға: рахмет саған, су, деді. Мәтін бойынша сөздермен сөйлем құрастырып көрейік. Өзімізді тексеріп көрейік. Адам бақша өсірді. Су адамға көмектесті. Су бақшаны суарды. Сіздерді дұрыс тапты деген ойдамын. Жарайсыздар, балалар. Мәтін арқылы біз бүгін адамға судың қаншалықты маңызды екенін түсінген болармыз деп ойлаймын. Суретті пайдаланып, сұраққа жауап беріп көрейік. Адам не өсірді? Суреттерді мұқият қарап шығамыз. Дұрыс жауаппен тексеріп көрейік. Адам не өсірді? Адам бақша өсірді. Адам көкөністер өсірді. Адам жидектер өсірді. Адам жемістер өсірді. Жарайсыңдар, балалар.
келесі жақша ішіндегі тиісті сөздерді қойып, сөйлемді көшір. Қатесіз көшіріп жазып алайық. Өзімізді дұрыс жауаппен тексеріп көрейік. Адам бақша өсірді. Бақша шөлдеді. Су бақшаны суарды. Су адамға көмектесті. Жарайсыңдар, балалар. Рефлексия. Бүгінгі сабақта сен үшін не қиын болды? Бүгінгі сабақта түсінбеген қандай сұрақтарың бар? Бүгінгі сабақта нені білдің? Деген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бүгінгі сабақтан жинаған сөздік қорыңды тексеріп көр. Мына көрсетілген сілтемені басып, бүгінгі сабақтан жинаған қорыңды өз ойының арқылы дәлелде. Мен сіздерге қазір кішігірім үлгісін көрсетіп өтемін. Міне балалар. Осылай ойынымызды жалғастырамыз. Ойынымыз түсінікті болса, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.